Баршаңызға жалында сәлем достар, сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 1985 жылғы «Тихая земля» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Таңертең Жаңа Зеландия елінде күн бір уақытқа жарқ етіп, қайта бұрынғы қалпына келеді. Сол кезде Зак атты жігіт ұйқыдан оянған болатын. Басында ол не үшін әлемнің тынышталып қалғанын түсінбей жүр. Тіпті радиодан да еш хабар жоқ. Сонда да Зак көлігіне отырып жұмысқа аттануда. Жолда заправкаға тоқтаған жігіт кассаға келсе, ешкім жоқ екен. Бір кезде кухнядан түтінді байқап, ішке кірсе, шәугім қайнағаннан еріп кеткен, бірақ та айналада тірі жан жоқ. Сонда ғана Зак таңертеңнен бері қаладан бір адамды болсын көрмегенін түсінді. Жолдағы қалып қойған көліктерді айналып жүргенде, ақыры үйдің терезесінен біреуді байқап, есікті қақса да ешкім ашатын емес. Шыдамы таусылып терезені сындырса, үйде адамдар жоқ болып шықты, как будто үй иелері ауада еріп кеткендей. Ары қарай жолға шығып, күтпеген жерден КамАЗға соғыла жаздаған Зак. Ішке кірсе, рациядан да хабар жоқ. Көп ұзамай жігіт қаңырап тұрған қалаға жетті, ал жақын маңда жерге құлаған ұшақ өртеніп жатыр, бірақ та ешқандай адамның денесі көрінбейді. Олардың бәрі бір мезетте жоғалып кетсе керек. Осылай өзінің жұмыс орнына келген жігіт әлем бойынша барлық лабораториядан байланыс іздеуде. Құрылғылардың бәрі істеп тұр, бірақ та кері байланыс жоқ, ал монитордан жарық миссиясы аяқталғаны айтылған. Бір кезде бөлмеден бастығын байқаған Зак оны ұстайын десе, ол өліп қалған екен. Енді лабораторияда сигнал ұруда, ал радиация мөлшері шектен асып барады. Сонда ғана жігіт ғалымдардың жарық миссиясы сәтсіз аяқталғанын түсінді. Зак енді ғимараттан шығайын десе, сигналдың кесірінен есіктер жабылып қалған. Сондықтан ол газ баллондар арқылы есіктерді жармақшы. Жігіт үмітін жоғалтпай, барлық радиоларға өзі жайлы айтып байланысы үшін номерін қалдыруда. Тіпті қаладағы ғимараттарға да жазып жатыр, бірақ та ешкім байланысатын емес. Арада бір апта өткен соң, жігіт бұл әлемде өзінен басқа тірі жанның қалмағанын түсініп, ақыры зәулім сарайға көшті. Кейін қымбат дүкендерді аралап, поездбен қала аралауда. Жігіт қалаған нәрсесін алса да, жалғыздық көп ұзамай оған әсер ете бастады. Осылай бір күні әйелдердің көйлегін киіп, өзін жер шарының президенті ретінде жариялайды. Ал көрермендер залында картоннан жасалған Гитлер, патшайым және де тағы да басқа танымал адамдар отыр. Бір күні қала бойынша тоқ өшіп қалды, ал есі ауысқан Зак шіркеуге кіріп, өзін құдай ретінде жариялауда. Осыдан кейін жігіт КамАЗға отырып, колясканы басып өткенде ғана жүрегі оянды. Сөйтсе ол бос тұрған коляска екен. Енді жігіт мылтықпен өзін өлтірмекші, бірақ та батылы жетпей тұр. Көп ұзамай есін жиған Зак қайта бұрынғы өміріне оралып, өмірден ләззат алуда. Бір күні құрал-саймандарды үйіне тасып жүргенде, Зак бірінші рет қаруланған қызды кезіктіреді. Ал қыз болса жігіттің мойнына асыла түсті. Екеуі де осыншама уақыттан кейін бір-бірін кезіктіргеніне қуанып отыр. Кешке Джоанна атты қыз тіршілік жоғалғаннан кейін өзінің қалай күн көргені жайлы айтуда. Ал Зактың ойынша екеуі қайтыс болып өзге әлемге тап болған секілді. Джоанна ұйықтап қалғанда Зак қызды жоғалтып алудан қорқып, түні бойы қасында шарап ішкен болатын. Көп ұзамай екеуі бірге қаңырап қалған ауыл мекендерді зерттеп жүр. Қыздың ойынша басқа адамдарды іздеуді тоқтатпаған жөн. Осылай келесі күні олар тірі қалғандарды екіге бөлініп іздемекші. Ал рациямен жарты сағат сайын сөйлесіп тұрулары керек. Бір кезде екеуінің де басы айнала бастады, ал Зак болса сонда да қызға алаңдап отыр. Ақыры екеуі де ешкімді таппаған соң кешке ресторанда тамақ ішуде. Зактың айтуынша ғалымдар негізінде әскери құрылғы ретінде сымсыз байланыс жүйесін ойлап таппақшы болған. Нәтижесінде жануарлармен қоса бүкіл тіршілікті жойып жіберді. Ертеңінде екеуі қонақ үйге тоқтап, бірінші рет сол жерде жақындасқан болатын. Бір күні Джоанна дүкен аралап жүргенде Зактың алдынан бір жүк көлігі шықты. Маска киген адамға жігіт өзінің жалғыз екенін айтуда. Сол кезде рациядан Джоаннаның дауысы шыққан еді. Енді Зак оны қызбен таныстыруға апара жатыр. Үйге келгенде Джоанна өзінің әдемі көйлегімен шыққан болатын. Қызды көрген Али атты жігіт қаруды түсіріп, үшеуі бірге құшақтасуда, өйткені олар енді жалғыз емес. Осылай үшеуі бірге елді мекенді араламақшы. Түнде оттың қасында Али не үшін барлық адамдардың ішінен тек үшеуі қалғанын ойланып отыр. Сөйтсе күн жарқ еткен кезде үшеуі де өлген екен. Али досымен төбелесіп жатқанда қайтыс болған. Джоанна күн жарқ еткенде тоққа түскен. Ал Зак болса шектен тыс мөлшерде дәрі ішіп өлмекші болған еді. Үшеуі сол кезде қызыл түсті көріпті.
Ертеңінде бәрі бірге Алидің үйіне жиналуда. Джоанна түнде біреудің әндеткен дауысын естіп сыртқа шықса, бұл Али болып шықты. Жігіт анасының зиратында тұр екен. Көп замай Али мен Джоаннаның арасында сезім пайда болды, ал Закка бәрібір секілді. Өйткені оның бар ойы тек эксперимент қана. Бір кезде қыз Алидің не үшін өлгенін түсінді. Сөйтсе жігіт досының әйелін өлтіріп алған, ал досы болса Алиді кек үшін өлтірген екен. Бұны естіген Джоанна үйге жылап келді. Енді Зак заттарын жинап қызды Алидің үйінен алып кетуге дайын. Сол кезде Али шығып, онымен қызы үшін тірескен болатын. Ақыры Зак жалғыз өзі кетті, ал жігіт болса оны қуып жетпекші. Бір кезде Али жігітті қуып жетіп, оны жолдан құлатуда. Екеуі конфликтті шешпекші, бірақ та арттан келген Джоанна мылтықпен атып конфликті доғаруды бұйырады. Сонда Зак не үшін дәрі ішіп өлмекші болғанын мойындауды шешті. Сөйтсе ол эксперименттің қауіпті екенін түсініп, өзін кінәлі сезінген соң өлмекші болған екен. Осылай үшеуі бірге тағы бір ғалымның үйіне аттанады. Зактың айтуынша, мониторда тағы бір жарқылдау ертең таңғы сағат 6-да болатыны айтылған. Бірақ та сол кезде үшеуінің де бастары айналған болатын. Қайта естерін жиса, Зак уақытты қате есептеген болып шықты. Жарқылдау жаңа ғана болды. Енді бұл тағы да қайталанбас үшін Али зертхананы жаруды ұсынуда. Осылай жігіт екеуін жарылғыш заттар толы қоймаға келеді. Үшеуі бірге КамАЗды бомбалармен толтырмақшы. Көп замай жолға шыққанда Зак Джоаннадан егерде жарылыс болса қыздың кімді таңдайтынын сұрайды. Сонда қыз екеуінің де тартымды жақтарын айтып таңдаудан бас тартты. Бір кезде олар жолды бөгеп тұрған КамАЗға тап болады. Оны тек артта келе жатқан Али жолдан жылжытқан болатын. Енді Джоанна КамАЗға секіріп Зактан көрі Алимен бірге баруды шешті. Зак рация арқылы зертханадан жарылыс қаупі жайлы хабарлама алып Алиге ескертуде. Бірақ та Али оны тыңдайтын емес. Сонда жігіт КамАЗдың алдына шығып қана оларды тоқтатқан болатын. Зактың айтуынша зертхананың жанындағы радиацияның кесірінен олар жақын бара алмайды екен. Сондықтан екеуін жақын маңдағы постта қалдырып, өзі зертхананы өшіретін пультті әкелмекші болады. Осы уақытта Джоанна мен Али қарым-қатынасқа түсуде, ал Зак болса оларды алдап, бомба толы КамАЗға отырған болатын. Екеуінде жарылысты қарап тұрудан басқа амал жоқ. Зертханаға келген Зак бір кезде КамАЗ ауыр болған соң астыға түсіп кетті, бірақ та сол мезетте ғимарат үшінші рет радиация шашып, бомбалар жарылған еді. Зак тағы да қызыл түсті туннельді көріп тұр. Көзін ашса, жігіт жағада жатыр екен, ал теңізден бұлт тәріздес нәрселер бөлініп шығуда. Осылай жігіт ақыры өлген болатын. Осымен біздің Тихая земля атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписация кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.